Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағын өзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Армысыздар, Қазақстан азаматтық келісімді түрлі мәдениеттер мен діндерді тоғыстырған 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері құрайтын көпұлтты зайырлы мемлекет. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған күн 1 наурызда жыл сайын барлық этностар бір-біріне мейірбандық танысты, бізді бұрынғыдан гөрі жақындастыра түспек. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2016 жылғы 14 қаңтардағы жарлығына сәйкес наурыз айының 1 жұлдызы алғыс айту күні болып бекітілді. Сондай-ақ Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні ретінде тойланды. Шұғылалы көктемнің алғашқы айы адам баласына қуаныш пен көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын мерекеге толы. Елімізде 3-ші мәрте тойланатын бұл күннің атауына аз мерзім толса да, тарихы терең, мағынасы зор. Мұқағали Мақатаев. Отан, сен болмасаң не терем, мәңгілікке бақытсыз боп өтерем, өмірде бұл өксуменен кетерем. Құс ұясыз, жыртқы сінсіз болмайды, отансыз жан өмірінде оңбайды, өзін өзі қорлайды да сорлайды, тірі адамға сол қайғы. Алғыс айту күні азаматтар отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, бір-біріне деген құрметін қалыптастырып, туған ел мен жерге деген ыстық ықыласын туғызға бағытталған. Мен Қазақстанда туып өскеніме ризамын. Елім менің мақтанышым. Оның кең байтақ жерлері, көгілдір көлдері, жер асты байлықтары бәрі де біздің қазынамыз. Сондықтан оларды қорғап, бағалауымыз қажет. Сен сыйладың таң нұрын, күннің күміс шапағын. Еркін күнім тағдырым, рахмет саған отаным. Көз жетпейтін алысқа жетіп жатыр атағың. Ұшты қазақ ғарышқа, рахмет саған отаным. Жүрегімде сен барда таусылмайды сапарым. Енді түстік кең жолға, рахмет саған. Бұл күн мейірімділіктің бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген достық мерекесі бола алар еді деген болатын. Сондықтан да алғыс айту күні әр алуан ұлт өкілдері өз отанына айналған қазақ жеріне, қарапайым қазақ халқына деген ілтипаттылығының белгісі. Қалай ғана білдірсем, алғысымды мен саған, бір ғана сөз жүрекпенен айталам, шексіз, саған деген алғысым, мақтанышпен саған оны қайтарам, мен отаныма ризамын. Отаның саған мың алғыс, мәңгі бейбіт елімізде татулық, бізбен бірге әрқашан болсын. Ата-баба қалдырған мұра, тау тасымыз, жер суымыз, тіліміз, ұлт салтымыз келешекке жалғаса берсін. Қазақ ұлты өсіп өркендей берсін, Қазақстан жасай берсін. Отаным өркендей берсін. Жүректен шыққан осы тілекпен сөзімізді аяқтаймыз. Туған елім ақын жырлаған.